Ол күнді ешкім ұмытпайды. Әселдің үйі ауылдың ең бір қуанышты, шаттыққа толы сәті болуы керек еді. Әке-шешесі, ағайын туысы бәрі мәз болып, қыздарын ақ босаға аттатып, бақытына жол ашып отырған. Әсел ақ көйлекпен кіргенде, залдағы жұрт таңдай қағып, көздің жауын алған сұлулығына сүйсінген. Бәрі жақсы сияқты еді. Күйеу жігіт, Нұрлан, сырттай салмақты, сыпайы болып көрінетін. Әселдің анасы алғашында оған жүрегі жылымаса да, қызының таңдауына қарсы болмады. Бақытын тапсыншы деді. Бірақ ана жүрегі алдамапты. Тойдың қызған шағында бәрі билеп күліп жатқан. Әсел де шат-шадыман еді. Бірақ кештің ортасында оның өңі өзгеріп, әлсіреп, тіпті тәлтіректеп кетті. Көп ұзамай жас келіншек құлап түсті. Жұрт шулап дәріге шақыртты, бірақ бәрі кеш болды. Бір сәтте той орны қаралы үйге айналды. Әселдің анасы жердің астына кіріп кете жаздады. Қызының аппақ көйлегі қаралы табытқа айналды. Ешкім түсіне алмады. Кеше ғана күліп жүрген қыз неге кенеттен көз жұмды. Ауылда түрлі әңгіме тарады. Бірі жүрегі ұстап қалды десе, бірі салтанатқа шыдамады деді. Бірақ анасының жүрегі сенбеді. Ол қызын жерлеп болған соң тыныштық таба алмады. Қайғыдан қан жұтып жүріп, шындықты іздеуге бел буды. Уақыт өте келе, ол күйеу баласының жүріс-тұрысын байқай бастады. Әуелде үндемеді, бірақ жүрек түбінде бір күдік мазалай берді. Бір күні Әселдің құрбысы жылап келді. Ол не көргенін, не естігенін айтып берді. Тәте, мен бәрін айтуға қорқып жүрдім. Бірақ шыдай алмаймын. Әсел той күні маған сыбырлап айтқан еді. Нұрлан оған қатты айғайлап, ұрып соғып жүр екен. Той алдында да қоқан-лоқы көрсетіпті. Ол тіпті Әселді біреулерге қарызынан құтылу үшін пайдаланып, сатқысы келгендей әңгіме айтыпты. Анасы жерден жеті қоян тапқандай селк ете қалды. Жүрегі қарсы айырылып, қолынан нәрсе сусып түскендей болды. Күйеу баласының жүзіне қарағанда енді оған тек қара түнек, сұмдық қылмыс қана елестеді. Шындықтың ұшығы жаңа ғана шыға бастаған еді. Анасы енді тоқтай алмайтын. Қызының өлімінің артында үлкен құпия жатқанын біліп, сол құпияны ашуға ант етті. Әселдің анасы Күләш апа күндіз күлкіден, түнде ұйқыдан айырылды. Қызының қазасы жүрегін жегідей жеп, әрбір сөзімен, әрбір күлкісі құлағынан кетпейтін. Бірақ бір нәрсе анық еді, Әсел өздігінен өлмеді. Оның көзінен, жанарынан соңғы күндері үрей мен жасырын қайғыны байқап еді. Күләш апа енді шыдамады. Бірінші болып күйеу баласына барды. Нұрлан, сен менің қызымды не істедің? Деді тік қарап. Тәте, сіздің қайғыңыз орында. Бірақ маған жала жаппаңыз. Әселдің жүрегі ауыратын еді, сол себептен деп жайбарақат сөйледі Нұрлан. Бірақ ана жүрегі сезді, ол өтірік айтып тұр. Күләш апа қыздың құрбысынан естігенін ойынан шығармай, ауылдағы тағы біраз адамнан сұрай бастады. Бір көрші келін жасырын сыбырлап айтты. Тәте, біз талай мәрте түн ішінде айғай-шу естідік. Әсел жылап жүретін. Бірақ сізге айтуға батылымыз жетпеді. Күләш апаның бойын ашу биледі. Ол енді шыдай алмады. Қызының бейітіне барып тасқа жабысып ант етті. Қызым, сенің жаның жай таппай жатыр. Мен сені өлтіргендердің бетін ашпай тынбаймын. Сол күннен бастап ол іздеушіге айналды. Ал Нұрлан болса мүлде басқа қырынан көріне бастады. Ол қарызға белшесінен батқан, құмар ойынға салынып кеткен екен. Күләш апа оны білгенде тіпті есінен айырыла жаздады. Бір күні ол Нұрланның қалтасынан бір парақ қағаз тауып алды. Қағазда белгісіз адамдардың аты жөні мен қомақты сандар жазылған еді. Бұл қарыз тізімі болатын. Демек, қызымды осылардың кесірінен құрбан еттің бе? Деді Күләш көзінен от шашып. Осыдан соң оның Нұрланмен шайқасы басталды. Күләш апа ауыл ақсақалдарына барып, барлық шындықты жайып салды. Бірақ кейбірі Нұрланды жақтап шықты, болған іс болды, тағдыр солай деп. Ана жүрегі бұған көнбеді. Күләш енді ауылдан емес, қаладан іздеуді бастады. Қызының телефонын ақтарып отырып, бірнеше құпия хат-хабарларды тауып алды. Онда Әселдің қорыққаны, Нұрланнан құтылғысы келетіні жазылыпты. Осы дәлелді алып, ол полицияға барды. Бірақ полицияда істі созбақтап, нақты шара қолданбай қойды. Өйткені Нұрланның артында ықпалды адамдар бар екен.
Күләш апа сонда да тоқтамады. Ол күн сайын жаңа дерек іздеп күйеу баласының қара түнек істерін ашуға тырысты. Бір күні кешқұрым Нұрланның артынан жасырын еріп барып, оны күмәнді адамдармен кездесіп тұрғанын көреді. Олар арасында ақша берісіп әлденелерді сыбырлап сөйлесті. Сол сәтте Күләшті біреу байқап қалып соңынан түсті. Күләш апа шындыққа тым жақындап бара жатты. Әр қадамы Нұрлан үшін қауіпті бола бастады. Ол өзінің құпиясы ашылып қалатынын сезді. Бірнеше күннен бері Күләштің соңынан адамдар аңдып жүргенін апада байқады. Бір түнде ол Нұрланның артынан қаладан шыққанын көріп, жасырын ілесіп алды. Жол оларды ескі қоймаға әкелді. Нұрлан бейтаныс адамдарға ақша беріп жатты. Күләш бәрін телефонына түсіріп алды. Бірақ дәл сол сәтте бір қарақшы оны байқап қойды. «Әй, мынау кім?» деп айқай салды ол. Күләш қашып үлгермей қалды. Оны ұстап Нұрланның алдына сүйреп әкелді. Нұрланның көзі қанталап кеткен. «Осы күнге дейін тыныш жүрмедің ғой, кемпір. Қызыңды қазбаламағанда тірі жүрер едің. Енді кеш болды», деді ол тістеніп. Күләш жүрегі атқақтап тұрса да тайсалмады. «Қызымды өлтіргеніңді білемін. Сен енді менің үнімді өшіре алмайсың», деп айқай салды. Нұрлан ашуға булығып қолын бір сілтеді. Екі жігіт Күләштің қолын қайырып, ескі қойманың астындағы қараңғы подвалға тықты. Подвал сыз тартып суық еді. Шағын терезеден аздаған жарық қана түсіп тұр. Едені дымқыл, қабырғалары көгерген. Бұрышта ескі темір кереует, тот басқан шынжыр жатты. «Осы жерде отыра бер. Ешкім сені іздемейді», деді Нұрлан күліп темір есікті тарс жапты. Күләш тастай қараңғылықта жалғыз қалды. Оның денесі қалтырап, жүрек аузына тығылды. Бірақ ол мойымады. «Мен тірі шығамын. Мен қызым үшін күресемін», деп өз-өзін қайрап отырды. Уақыт өте берді. Қанша сағат, қанша күн өткенін білмеді. Бірде қараңғыдан әлсіз дыбысы естілді. Күләш жалма-жан құлақ түрді. «Тәте, сіз тірісіз бе?» деген жас жігіттің сыбырын естіді. Бұл қоймада жалданып жүрген жас жұмысшы еді. Ол Нұрланның іс-әрекеттерін әлдеқашан күдікті санап жүрген. «Маған көмектес. Қызымды өлтіргенін дәлелдеуім керек», деді Күләш көзіне жас алып. Жігіт бірдеңе деп үлгерместен сырттан аяқ дыбысы естілді. Нұрлан қайта кіріп келді. Оның қолында бөтелке мен темір құлып бар еді. «Әлі тірісің бе, кемпір? Бірақ ұзаққа бармайсың. Қазір бәрін бітіретін боламын», деді ол сұп-суық үнмен. Күләштің жүрегі дүрсілдеп, өліммен бетпе-бет қалғанын түсінді. Бірақ дәл осы сәтте сырттан айқай мен дүрлігудің дауысы естілді. Подвалдағы ауа тұншығады, тот басқан темір иіс, дымқыл қабырғалар. Бірақ ең қиынсы үміттің әлсіреуі еді. Күләш апа сол үмітті қалтқысыз сақтап отырды. Қолында күші де аз, бірақ ішкі өрісі сөнбеген. Жігіттің дауысы әлсізде, үмітті бір салды. «Тәте, мен Ерланмын, сізді екінші күні көшеге кіргенде көрдім. Нұрлан менің үстіме ақша беріп бәрін жапқызды. Мен оны жасағым келмеді, бірақ қорқып. Бәрін кешіріңіз, мен көмектесемін». Күләштің көздері сұлу шыққандай жарқ етті. Ерланның дауысы шындықты айтуға жарым-жартылай дайын екені көрінді. Оның көзінде уайым да, өкініш те бар еді. «Ерлан, сен не істедің? Неге көмектеспедің?» деді Күләш апа, даусы қатаң емес, бірақ үмітпен. «Менің отбасым бар, тәте, олар мені қинады. Бірақ енді мен шындықты айтамын. Нұрлан өзімен бірге қалада біреулерді әкеледі. Олар қарызға қатысы барлар. Олар Әселдің өліміне де қатысы бар болуы мүмкін. Мен бар шындықты білмеймін, бірақ сізге көмектескім келеді». Оларды тыңдаған сайын Күләштің ішкі жүрегі қайтадан күрсіне түсті. Әрбір сөз шындыққа апарар құпияның бір жібі. Олар есікке жақындап, дыбысқа құлақ түрді. Сырттан Нұрланның күліп сөйлер даусы, екі жігіттің аяқ дыбысы естілді. Қорқыныш қайтадан салбырады, бірақ қашу үшін уақыт келді. Ерлан ұсақ болтпен ескі темір сынығын алып шығып, оларды жиналмай жатып, еденнің сыртына қарай түйре бастады. Оның қолы дірілдеп, бірақ мақсаты анық еді, құлыпты босату.
Қатты етпеңдер, есіктің дыбысын естіп қалса, бәрі бітті деді Күләш төмен дауыспен. Олар ішкі бөліктерін қолмен ұстап, демдерін ішке тұншықтырып, құлыптың қоршауышына жұмыс жасады. Ерланның қимылы тәжірибелі емес еді, бірақ шыдамдылығы бар. Сағаттар бойы қауырт жұмыс істеп, ақырында кішкентай шыр дыбысы естілді. Құлыптағы белдеуі бірте-бірте орнына келмей қалды. Күләштің ішіндегі үміт жарқ етті. Бірақ қашуға жиналған кезде үнемі жаңа кедергілер пайда болатынын олар білген. Подвалдан шығатын баспалдақ ежелден тозған, бірақ оның үстінде қайтып қосылатын тағы бір болт бар еді. Сыртқа шыққан адамды сыртта тұрғандар байқамайтындай жылдам қирату керек. Ерлан мен Күләш апа ақырын баспалдаққа жақындады. Әр қадам тіпті тыныста ұстап, олар сыртқа қарай қозғалды. Төртінші баспалдақтан төменге түскенде, кенеттен металдың шырқылы ұшықтай естілді. Сырттағы бірі есікті ашуға бетте-бет. Күләштің жүрегі тоқтай жаздады. Жүгірме, сыбыр етіп Ерлан сойды. Олар жылдам әрі тыныштықпен кішкентай өткір пластик қалтаға жасырылған кішкентай темір сынықты тағы бір рет пайдаланып, сыртқы құлыпты босатып қалды. Сыртқа шыққанда олар ашық аспан астында емес, қойманың артқы алаңына түсті. Айдың бойы қоқыс тозағы мен ескі автомашиналар қоюланған қараңғылық. Айдаусыз болайық, деді Күләш, даусы терең әрі жігерлі. Ерлан алдымен орындыққа ұмтылып, оның үстінен бірнеше кілт, қорап пен ескі киім алып, оларды бір-біріне үлестірді. Олардың мақсаты тез арада ауылға жетіп, полицияға дәлел көрсетіп, Нұрланның және оның сыбайластарының бет жүзіне жарық түсіру. Бірақ бекеттен өту таңғалмалы еді. Қоймаға қарай жақындағанда бір көлеңке қозғалып, екі адам сөйлесіп отырғанын көрді. Олар Нұрланның таныстар екен, біреуі үлкен тұлғалы, екіншісі сыртымнан анық ықпал ететін. Олардың арасында шу естіледі, дауыстары үнсіз болуы тиіс еді, бірақ біреу күңкілдеп айтып жатты. Ол кемпірді бағаламауымыз керек еді. Қыздың өлімі тасада қалмайды, деді біреуі. Күләш қолындағы телефонын байқамай қалпына келтіріп, сырдың бір бөлігін жазып үлгерді. Ерлан оны ұмытпай ұстап тұрып, қораптың астыңғы қалтасынан қалта фонарын алып, дыбыс бағыттады. Олар бір уақытта түсініп қалды. Бұл жай ғана қашу емес, бұл басталған күрес. Сырттағы алыстағы шамдар олардың көлеңкесін ұзақ етіп созды. Күләш жүрегін шығарып, мұңайып, айқай шығармай Ерланға. Бізге куәгер керек. Бізге дәлел керек. Бүгін түнде біз қалаға жетіп, телефондағы видеоны, қағаздарды полицияға тапсырамыз. Бірақ ең маңыздысы тірі қалу, деді. Олардың жоспары айқын болды. Алғашқы мақсат қалаға жетіп, Нұрланның аты жөнін әрі сол жазбаларды сенімді адамға беру. Екінші, ауылға оралып, Нұрланға қарсы куәлар жинау. Үшінші, әлдебірі оншықты түрде ресми тергеу басталсын. Олар қашып шыққан бойда арттарынан аяқ дыбыстары естілді. Кімде-кімнің аңшылары оларды байқап қалған болатын. Күләш пен Ерлан дереу жүгіріп, қойма айналасында орналасқан ескі ағаш қорғанға жасырынып тыныс алды. Қараңғы аспан астында олардың беттеріндегі тер мен шам сияқты жарқ етті. Оларда қорқынышта, жігерде бірдей еді. Бізде уақытымыз шектеулі, деді Ерлан, дауысы қатаңдау. Бірақ сіздің қызыңыздың қаны далада қалмайды, тәте, мен бар шындықты айтатын боламын. Неге көмектеріне жас алмай, апа, дауысы қатаң еп тапсырды. Алдында ұзақ жол, қарсыда қауіп. Бірақ енді олардың бойында тек бір ғана мақсат, әселдің әділ. Нұрлан, сол сәтте Нұрланның дауысы алыстан естілді, ашулы, қатты. Бірақ Күләш апаның ішіндегі от сол дауысқа қарамастан көбірек жанып кетті. Ол өзіне өзі және қызға уәде беріп, бұл аяқталмайды, деді. Ішкі жүрегі қайтадан күрсіне түсті. Әрбір сөз шындыққа апарар құпияның бір жібі. Олар есікке жақындап, дыбысқа құлақ түрді. Сырттан Нұрланның күліп сөйлер даусы, екі жігіттің аяқ дыбысы естілді. Қорқыныш қайтадан салбырады, бірақ қашу үшін уақыт келді. Ерлан ұсақ болт пен ескі темір сынығын алып шығып, оларды жиналмай жатып, еденнің сыртына қарай түйре бастады. Оның қолы дірілдеп, бірақ мақсаты анық еді, құлыпты босату.
Қатты етпеңдер, есіктің дыбысын естіп қалса, бәрі бітті деді Күләш төмен дауыспен. Олар ішкі бөліктерін қолмен ұстап, демдерін ішке тұншықтырып, құлыптың қоршаушына жұмыс жасады. Ерланның қимылы тәжірибелі емес еді, бірақ шыдамдылығы бар. Сағаттар бойы қауырт жұмыс істеп, ақырында кішкентай шыр дыбысы естілді, құлыптағы белдеуі бірте-бірте орнына келмей қалды. Күләштің ішіндегі үміт жарқ етті. Бірақ қашуға жиналған кезде үнемі жаңа кедергілер пайда болатынын олар білген. Подвалдан шығатын баспалдақ ежелден тозған, бірақ оның үстінде қайтып қосылатын тағы бір болт бар еді. Сыртқа шыққан адамды сыртта тұрғандар байқамайтындай жылдам қирату керек. Ерлан мен Күләш апа ақырын баспалдаққа жақындады. Әр қадам тіпті тыныста ұстап, олар сыртқа қарай қозғалды. Төртінші баспалдақтан төменге түскенде, кенеттен металдың шырқылы ұршықтай естілді, сырттағы бірі есікті ашуға бетте-бет. Күләштің жүрегі тоқтай жаздады. Жүгірме, сыбыр етіп Ерлан сойды. Олар жылдам әрі тыныштықпен кішкентай өткір пластик қалтаға жасырылған кішкентай темір сынықты тағы бір рет пайдаланып, сыртқы құлыпты босатып қалды. Сыртқа шыққанда олар ашық аспан астында емес, қойманың артқы алаңына түсті. Айдың бойы қоқыс тозағы мен ескі автомашиналар қоюланған қараңғылық. Айдаусыз болайық, деді Күләш, даусы терең әрі жігерлі. Ерлан алдымен орындыққа ұмтылып, оның үстінен бірнеше кілт, қорап пен ескі киім алып, оларды бір-біріне үлестірді. Олардың мақсаты тез арада ауылға жетіп, полицияға дәлел көрсетіп, Нұрланның және оның сыбайластарының бет жүзіне жарық түсіру. Бірақ бекеттен өту таңғалмалы еді. Қоймаға қарай жақындағанда бір көлеңке қозғалып, екі адам сөйлесіп отырғанын көрді. Олар Нұрланның таныстар екен, біреуі үлкен тұлғалы, екіншісі сыртымнан анық ықпал ететін. Олардың арасында шу естіледі, дауыстары үнсіз болу тиіс еді, бірақ біреу күңкілдеп айтып жатты. Ол кемпірді бағаламауымыз керек еді. Қыздың өлімі тасада қалмайды, деді біреуі. Күләш қолындағы телефонын байқамай қалпына келтіріп, сырдың бір бөлігін жазып үлгерді. Ерлан оны ұмытпай ұстап тұрып, қораптың астыңғы қалтасынан қалта фонарын алып, дыбыс бағыттады. Олар бір уақытта түсініп қалды. Бұл жай ғана қашу емес, бұл басталған күрес. Сырттағы алыстағы шамдар олардың көлеңкесін ұзақ етіп созды. Күләш жүрегін шығарып, мұңайып, айқай шығармай Ерланға. Бізге куәгер керек. Бізге дәлел керек. Бүгін түнде біз қалаға жетіп, телефондағы видеоны, қағаздарды полицияға тапсырамыз. Бірақ ең маңыздысы тірі қалу, деді. Олардың жоспары айқын болды. Алғашқы мақсат қалаға жетіп, Нұрланның аты жөнін әрі сол жазбаларды сенімді адамға беру. Күләш пен Ерлан қараңғы түнді қақ жарып қалаға қарай жолға шықты. Қолдарында тек бір-екі дәлел ғана, Әселдің телефонынан қалған хабарламалар мен қоймада жазып алған бейне жазба. Бірақ дәлелді жеткізу оңай емес еді. Өйткені Нұрланның артында ықпалды адамдар бар, ал олардың көзқарасынан сытылып шығу өте қиын болатын. Жол бойы оларды бір көлік аңдып келе жатты. Фаралары алыстан жылтырайды. Күләш жүрегін ұстап, бұл Нұрлан бізді жібермейді, деді сыбырлап. Ерлан жан дәрменімен ауылға жақын танысының үйіне бұрылды. Түннің ортасы болса да, есікті қағып бар шындықты айтты. Үй иесі ауылдың бұрынғы милициясында істеген зейнеткер кісі еді. Ол жағдайды бірден түсініп, оларға көмектесуге уәде берді. Балаларым, мен сендерге сенемін. Бірақ Нұрланның қолы ұзын. Оны тек бір-екі дәлелмен құлату қиын. Бізге куәгерлер керек. Бізге оның адамдармен байланысын әшкерелеу керек, деді ол салмақты үнмен. Сол түні олар жоспар құрды. Күләш ауыл әйелдер мен көршілерді жинап, Әселдің көрген қорлықтарын куә қылуы тиіс. Ерлан қоймадағы адамдардың атын әшкерелеу керек. Ал зейнеткер милиция құжаттарды жинап, ресми орындарға жеткізуді мойнына алды. Бірақ Нұрлан қарап қалмады. Таң ата салысымен ол өзінің адамдармен ауылға кірді. Күләшті таба алмаған ол ашумен ауылды шулатып, тіпті кейбір көршілерді қорқытып, аузын жаптырмақ болды. Күләшті іздеп жүріп, ол зейнеткердің үйіне де келді. Кемпір қайда? Оны көргендерің бар ма? Деп айқайлады.
Зейнеткер сыр білдірмей оларды үйінен қуып шықты. Бірақ Нұрланның көзі қанталап тұрғанын бәрі байқады. Ол шын мәнінде қылмысының ашылуынан қорқып жүрді. Келесі күндері Күләш ауылдың әйелдерін жинады. Бірі Әселдің жылағанын көргенін айтты, бірі оның көгерген бетін байқағанын мойындады. Ал бір көршісі: ол қыздың жанайқайын естіп жүріп үндемегеніміз үшін өзімізді кешіре алмай жүрміз деп жылап жіберді. Әрбір сөз үлкен куәлік болды. Ерлан болса қоймадағы басқа жұмысшылардың бірін көндірді. Ол жігіт Нұрланның құмар ойынға батқаны, қарыз үшін бөтен адамдарға қызын пайдаланғысы келгенін айтып берді. Бұл куәлік бәрін ашты. Ақыры қаладағы полицияда іске кірісті. Күләш пен Ерлан жинаған дәлелдермен істі ресми түрде қозғамасқа болмай қалды. Бірақ бұл Нұрланды тоқтатқан жоқ. Ол бәрін білдіру үшін соңғы қадамға барды. Бір кеште ол Күләшті тағы да ұрлап әкетуге әрекет жасады. Қарақшылар қақпаға кіргенде Ерлан мен зейнеткер қарсы тұрды. Жанталасқан айқас болды. Шыдамаған Күләш те қолына тас алып Нұрланға қарсы шықты. Қызымның қаны жібермейді сені деп айқайлады ол. Сол кезде полицияда жетіп үлгерді. Нұрлан қашуға тырысқанымен қолын қайырып ұстап әкетті. Сот отырысы ұзаққа созылды. Бірақ куәгерлердің сөзі, жазылған бейнелер мен хаттар бәрін дәлелдеді. Нұрланға Әселдің өліміне тікелей қатысы бар деген айып тағылды. Оның қарыздары, құмарға салынғаны, қоқан-лоқысы бәрі әшкере болды. Күләш сот залында қызының суретін ұстап отырды. Көзінде жас болса да, жүрегінде бір тыныштық орнағандай еді. Қызым, сенің артыңда әділет қалды. Сенің өлімің босқа емес деді ол. Арада жылдар өтті. Күләш бейіт басына жиі барып тұрды. Қызымен сөйлескендей болады. Жанында әрқашан Ерлан жүреді. Ол да Әселдің әділетін қайтарып, шындық үшін күрескен адамға айналды. Күләштің жүрегіндегі жара ешқашан жазылмаса да, ол қызының аруағына адал болды. Ал ауыл адамдары бұл оқиғадан сабақ алды. Үнсіз қалу қылмыскерді күшейтеді, шындықты айту әділетке бастайды. Әселдің өмірі қысқа болса да, оның шындығы ашылды. Анасының қайсарлығы мен қарапайым адамдардың батылдығы арқылы әділет орнады. Күләш үшін бұл жеңіс қызының рухына берілген ең үлкен сый еді.